Сәлем достар, бүгін сіздермен өте танымал вупик пай тортын жасаймыз. Видеоны көрместен бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіз. Ал ендеше іске кірісейік. Ең алдымен майды ерітуге қойып қоямыз. Майымыз ерігенше біз жұмыртқамен қантты салып араластырамыз. Бірінші жұмыртқаның өзін кішкене көпіртіп аламыз. Сосын қантты жұмыртқаға 3 бөліп салып, миксердің ең үлкен жылдамдығына дейін араластырамыз. Миксерді бірінші аз жылдамдығынан бастаңыз. Қантымыз әбден еріп, жұмыртқамыз бастапқы көлемінен 3 есе үлкейгенше миксерлейміз. Бисквиттерді миксерлеген кезде еш ерінбейміз қыздар, өйткені тортымыздың әдемі пышный болуына осы процесс көмектеседі. Әбден миксерлеп болған жұмыртқа мен қантымызға еріп тұрған майды салып араластырып аламыз. Ары қарай қолмен. Енді құрғақ ингредиенттерді, ұн, какао, разрыхлительді міндетті түрде електен өткізіп алып араластырамыз да, оны да 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Араластырған кездегі маңызды сәт қыздар, лопатканы міндетті түрде төменнен жоғары қарай араластырамыз. Әйтпесе біздің пирогымыз, бисквитіміз басылып қалуы мүмкін. Төменнен жоғары қарай жай айналдырып араластырамыз. Бұл процесті миксермен араластыруға болмайды. Барлығын әбден араластырып болған соң 4 бірдей пергамент қағазымызды дайындап аламыз. Менің пергаментіме мен 22 сантиметр диаметрде болатын дөңгелек пішіндер сызып шықтым. Енді осы бисквитімізді 4 осы пергаменттің бетіне бірдей етіп бөліп шығамыз. Шамамен 2,5 қасықтан саламыз. Және осы бисквиттерімізді өзіңізге қолайлы болған тәрізде жайып шығыңыз. Жайған кезде қалыңдығына мән беріңіз. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмасын, әсіресе ортасы қалың болып қалмасын. Піскен кезде тортымыздың ортасы үлкен болып көтеріліп кетуі мүмкін. Осыны 170 градуста 5 минут көлемінде пісіріп аламыз. Барлық бисквиттерімізді пісіріп болғаннан соң кремімізге кірісеміз. Крем жасайтын заттарымыз қыздар міндетті түрде салқын болу керек. Тіпті мен мынау крем араластыратын табаны да тоңазытқышқа салып қоямын. Бірінші сахарный пудрамен творожный сырымызды қасықтың көмегімен немесе шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Бірден миксерлей берсек те болады, бірақ бірден миксерлеген кезде сахарный пудра жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Алдымен осы сахарный пудра мен творожный сырды миксерлеп аламыз. Өйткені кілегей құйған кезде креміміз іртік болып қалуы мүмкін. Сондықтан бірінші осы 2 затты араластырып аламыз. Әбден бір текті масса пайда болғаннан кейін кемі 33% болатын сливкиді кілегейімізді құямыз. Мен 34%-дық кілегей қолдандым. Миксердің бірінші жай жылдамдығынан бастап миксерлеп бастаймыз. Әр минут сайын, 1 минут сайын миксердің жылдамдығын көбейтеміз.
Бұл да қатты, нығыз масса крем пайда болғанша миксерлейміз. Кремімізді табаны көтерген кезде ақпайтындай болуы керек. Енді осы кремді 3-ке бөліп аламыз. Және Вупипай тортының насадкасын қолданамыз. Егер насадка болмаса, кондитерский пакеттің басын бірдей етіп кесіп қолдануыңызға болады. Кремді 3-ке бөліп аламыз да, бірінші бөлігін осы пакетімізге саламыз. Және торттың ең астыңғы бетіне крем жағып қоямыз ыдысымызға, ол тортымыз жылжып кетпеу үшін. Жай кремімізді орналастырып шығамыз. Алғашында дұрыс шықпауы мүмкін, дегенмен қолды жаттықтыра келе шариктеріміз әдемі шығатын болады. 3 қатар крем жағамыз 4 бисквитке, және ең бетіндегі бисквитке ғана крем жақпаймыз. Бұл қазіргі кездегі біздің елдегі, жалпы әлемдегі ең танымал торттардың бірі. Міне барлық кремімізді салып болған соң шоколад ертеміз. Таза қара шоколадқа май салып ертеміз. Таза қара шоколадқа май салып, оны водяной баняда немесе микроволновканың көмегімен әдемілеп ерітіп аламыз да, кішкене суытып, қатты суып, қатып қалмасын қыздар, тортымыздың бетіне жағамыз. Торттың дәмді болуы қолданған заттарыңыздың сапалы болуына да байланысты. Өзіңіздің қалаған тәсілде әрлеп шығыңыз. Тіпті бұл тортты әрлемек қойсаңыз да, түрі өте әдемі торт. Дегенмен, осындай свежий жидектермен тіпті әдемі болады. Және бір лайфхак айтайын қыздар, тортты әрлеген кезде бетіне қойған заттардың арасын тығыз етіп қойыңыз. Сонда ол торт ерекше әдемі көрінетін болады. Суретке түсірген кезде де өте әдемі көрінеді. Заттардың арасын, яғни бір-біріне жақын қоюымыз керек, бір-біріне тегізіп қоюымыз керек. Ал қыздар, астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.